Жесір келіншектің тағдыры 3 бөлім. Менің енем көпті көрген өте ақылды кісі. Ол кісінің айтқандарын жасасам, әйтеуір бір нәтиже шығатыны бар. Сол үшін осы кісі сауда жайлы айтты ғой. Егер жеңешемнің ескі дүкенін алып берсе, оны да көрейін деп шештім. Қайран-ай, қайда жарылмаған бас десін менікі. Мүмкін Құдай құр қалдырмай несібемді берер. Осы енем үнемі айтып отырады. Құдайдың қазынасы да көп, егер беремін десе. Жоқ жерден үйіп төгіп бере салады. Малын қорана сыймай далаға көшесін дейтін. Соңғы кездері ол кісіні менің әрі анам, әрі енем, әрі жақын құрбым болып алған. Ау бастан-ақ келінжан, сен мынаны бала деп қарама, илеуіне салып шыр айналдырып жібер дегенде осы енем еді. Әйтеуір өзіне жақын тарта бер, ұялма дейтін. Сондағы ұялма деген сөзін енді түсіне бастағандаймын. Еркек дегенге ұялмасан ұнайсың, онысы да рас екен. Томсырайып теріс беріп талтайып жатқаннан бала болса да жақсы сөз айтсан тілі салақтап жүріп үйренеді екен. Осыдан соң менің енемді ештеңе түсінбейді деп көрші. Тек ұят санап әріге бармайды, артық сөз айтпайды. Алайда мен ол кезде енем аузын ашқаннан түсінетін болған кезім. Дегеннен не айтқысы келеді, бәрін біліп тұрамын. Әне сол маған нәтиже беріп, 19 жастағы боқмұрынды сүйреп кете бардым. Тіпті сөз арасында өзім білмеген боп, «Ай, сен де бірдеңе айтшы, еркексің ғой, мына төртеумізге сен басшысың» деп алдап қоятынды шығардым. Қызық деймін да, бұл сонда әлі де бала қойшы. Мүмкін бәрін бұрынғыдай көріп жеңешем деп келген сияқты. Бірақ бай дегенмен сырласпасан, сөйлеспесен, көңілін аулап жылы сөздер айтпасан, онда сен ол еркекпен болашағын жоқ екенін түсіндің. Ондайда еркек тек қана төсек шаруасын бітіріп, онан соң теріс қарап жата береді екен. Бұл менің бірге өткен 2 жылдық тәжірибемнен түйгенім еді. Енем соны білген екен ғой, ол кісіні данышпан демей не дейін. Расымен де сол кездерде маған да оған да жылу деген жетіспеген рас. Бір төсекте жатсақ та құдды бір бөтен адамдай жататынбыз. Сол үшін біз екеуміз де амалымыздың жоқтығынан бірге тұрып жүргендей көрінеді екенбіз. Міне, мен енем соны байқаған екен. Негізі тең-теңімен тезек қабымен болсын деп біздің қазақ бекер айтпаған. Ал теңесу үшін ашық қатынас пен ашық әңгіме болу керек. Әйтпесе еркек сорлы келіп кетіп жүре береді. Оның үстіне өзінен кіші, оны аз десеңіз, өзінің марқұм болған туған ағасының қатынысын. Алайда маржан қайнағама дегенде мүмкін олар да бәрі басқаша болар ма еді, білмеймін. Міне өз басым әмеңгерлік дегенді мына заманда қажеті жоқ дегім келеді. Өйткені мына боқмұрынды желкелеп сүйреп жүріп, әрең дегенде бай қылдым. Сонымен сол жылы қыс таяғанда жеңешеме көмекке бардым. Себебі бұлардың саудасы тіпті де өршіп кетті. Адамның көптігі сонша кейде әлденеге керекке таласта болатын. Бұл біздің ауылға жан-жақтан оралман бауырлар келіп, бас-басына үй соғып жатқан кез еді. Соңғы 10 жылда біздің ауыл 3 есеге өсті. Содан қас-қатар үйлер соғылып, аудан мен ауыл арасы қосылып кетті. Ал арадан көп өтпей толықтай ауданның қарамағына өттік. Енді біздің ауылда жердің бағасы ұшып шарықтап кетті. Бұрынғыдай бір жапырақ қағаз жазып беретін ауылдағы таныс әкім жоқ. Әкімді іздесен ауданға барасың. Оның кезекке тұрасың. Онымен шаруан бітеме жоқ па, ол да белгісіз. Ал жаңадан жер алу дегенің қиынның айналды. Сол ауданға барып адам тауып бәленбай-мыңды қалтасына салмасаң, саған жер де басқа да жоқ. Ол жақтан адам тапқанмен де оған беретін ақшан жоқ. Сонда қайтпекпін. Қалай бизнес бастаймын? Тауарды ғой Алматыдан аламын дейін. Бірақ сол тауарды алатын ақшаны кімден аламын? Мүмкін енемнің бір жоспары бар шығар. Сауда жасау үшін әжептәуір ақша болу керек қой апа дедім бір күні. Ақшаны ғой табармыз, бірақ дүкен проблема болып тұр дейді енем. Жеңешемдер дүкенін бермейтін болды ма деп сұрадым. Өткендегі келінге құлақ қағыс қылған ем тұшымды жауап айтпай кетті. Сонан бері әлі хабарсыз дейді. Ол жеңешемнің хабарсыз кеткен мен өзімде байқап едім. Соңғы кездері төбе көрсетпей бұрын өтті, қайтты бас соғып жүретін. Мүмкін байлық көздерін байлайын деген шығар, жана байығаннан қорық дейді. Айтпасыма болмады ау. Біздің ауылда адам саны көбейген сайын олардың да саудалары қыза түсті. Осы күні мал басын 100-ден асып жеке малшы жалдап жүр. Әрине соның бәрі таза еңбекпен келді. Соның бәрі мына менің көз алдымда болды. Ал енді бұрынғы үй алдындағы кішкентай камабу уақытша қойма болып тұрған. Енемнің сұрап жүргені сол еді. Бірақ қазаншының еркі бар, қайдан құлақ шығарса деген ғой. Берсе берер камабун, бермесе жоқ. Алайда мен отбасы боламын, болашақта қатарымнан кем болмаймын десем, әйтеуір бір табыс көзін табу керекпін. Бірақ не сатсам болады? Киім-кешек дегеннің мыналардың дүкенде толып тұр.
тіпті тышқан жеп жатыр. Сол киімді сатып мыналармен конкурент бола алмайтыным анық. Бұлар қазір мұрттарын балта шаппайтын дәрежеге жеткен. Оның үстіне жаңа дүкен іске түсірсе, ол жер кәдімгі супермаркет бола қалады. Сонда сәл әріде тұрған мен үйшіктей қамауыма адам кіре ме өзі? Демек, мына боқмұрын іске қосу керекпін. Яғни киім-кешек емес, басқа нәрсе сатуым керек. Бірақ ол не нәрсе? Не сатамын дегенім ғой баяғы. Сөйтіп басым қатып жүргенде көптен бері қарасын батырған Маржан пайда болды. Ауылға келдім, қолым бос болса үй жаққа келші, отырып сөйлесейік деді. Бұл қыз өзі өте қызық болып бара жатты. Өйткені кейде осылай жазып амандасып, хал сұрап апақ-шапақ болса, кейде жоқ болып кетеді. Тіпті 2 айлап жоғалады. Бұл сол жылғы қарашаның соңы, қар түсіп суық тартқан кез болатын. Не болса да бизнес дегенді көктемнен көрермін деп жүрген едім. Мен сонда Маржанның шақырғанда кәдімгідей қуанып қалдым. Өйткені анау 2 кішкентайды да көргім келетін. Оның үстіне күздің соңы сауын сиырлар бірен-саран өріске айдап салып кешке дейін жататын кез. Сонымен Маржан амансың ба, қашан барайын деп жаздым. В любое время деп жазыпты. Жаман орысшасымен. Енем мен байдан рұқсат сұрадым. Сені сол келінге қашан барады екен деп ойлап жүргенмін дейді енем. Ауылда болса жиі барып тұрамын ғой. Бұл ауылда емес, қалада жұмыс істеп жүр дедім. Я келінжан, оны да шет жағасын естіп жүрмін, бірақ амал нешік қайтейін дейді. Міне бостан-ақ Маржан жайлы өз араларында әңгіме барын түсіндім. Қанша дегенмен 3 жылдан көп келін болды. Ертіп кеткен 2 баласы тағы бар. Алайда қазір заман басқа. Бұрынғыдай жыртым деп қымсынатын қыз кемде кем. Қазір 2-3 баласы бар келіншектер үйленбеген жігіттерге күйеуге тиіп жатыр. Ол әрине жақсы ғой, бірақ анам айтпақша, шың-шыпырдың бәрі жер бетіне шыққан мына заманда басқадан туғанды қаны басқаны ағылсын. Өз қызын зорлап жатқандар бар. Менің де туған қайныма әмеңгер болуыма осындай қорқынышты олар түрткі болған еді. Сонымен түскі шайды сол жақтан ішермін деп Маржанның үйіне тарттым. Келемін деп жазғаным бар, тас тұйнақтай күтіп отыр екен. Ойлап қалмаңыздар, тас тұйнақтай деген өзі ғана. Шаш басқа, қас басқа, жалпы мына Маржан бәлде басқа Маржан. Сояудай қап-қара тырнақты айтпай-ақ қояйын. Бұтына жапсырған қымбат жүнші жараспай кетсін сірә. 2 балалы қатын бола ма десе, жасарып қыз болған түрі. Жалпы әйел табиғаты нәзік келеді ғой. Сол үшін әйелдер қызыл жасылға қызығатыны рас. Кімді жап-жасыл болып жасап жүргісі келмейді дейсің. Алайда соның бәрі орын-орнымен болса дегенім ғой. Мына Маржанда ондай ой жоқ екенін өткен жолақ көзім жеткен. Оныкі уақытша сайран салатын шегірткен тірлігіне ұқсайды. Құрсын көті басынан ассын дер едім, бірақ анау 2 баланы көргенде еңсем түсіп кетті. Кіші ұлы қыз улап ауырып жатыр. Қыз тоқтамайтын көк жөтел күрк-күрк етіп демігіп көгерек өртіп әрең отыр. Ойбай, мыналарға қарасайшы, тым болмаса дәрі берсейші деп шыр ете алдым. Сироп бердім ғой бұған. Қыз бар, ана жайға барып жөтелдеп қызын жегіп зір кетті сонда. Астапыралла деп жағам тұстадым. Мұндайда қатын болады екен ғой сірә. Маржан, бұлар әлі бала ғой, сен қадағалап отырып дәрісін ішкізбесең ішпейді. Қазір бұларды құйрық маймен сылап тастайық, сосын қалың киіндіріп төсекке жатқызамыз. Бір терлеп жақсы болады дедім. Мақұл дегенде деді ғой, бірақ үйінен бала сылайтын май табылмады. Сөмкесіне түрлі бетке жағатын кремдер жүрсе де, бұл қатын балаға жағатын ештеңе таппады. Обал деген осы екен. Туған анасы мұншама тасбауыр болса, басқаға өкпем жоқ. Мүмкін біреу сенер, мүмкін біреу сенбес. Мен 2 баланы жақтап әлекпін. Маржан дәттап әлек. Көше жақтан гүр деген көліктің дауысы шықса болды, бұл екеу тұра жүгіреді. Содан суықтағанда қашанғы мамамандып отырады бұл екеуін дейді. Ал енді Маржанмен арамыздағы өсекті айтпай-ақ қой. Түкке тұрғысыз әңгімелер. Енді массаж оқуын оқып жатырмын дейді. Оныңыз шақырылған ақша дейді, шықырлаған ақша дейді. Әнеу бір боди массаж деген бар екен. Тәптіштеп қой сұрамадым. Айтуынша сондай бір дене сияқты. Еркектерді тырдай қып жалаңаш денеңді үйкеп массаж жасайсың. Әрі қарай не боларына Маржан ғана біледі. Қозған еркектің аузының суын ағызып тұрып ақшасын сыпырып алады. Ондайдың бет аулақ құрсын дейін. Мына жүрісіне қарағанда сау сиырдың боғы емес бұл қатын. Қайран деймін, адамның әсіресе қыз баласын бұзылу түк емес екен ол. Бұзылған бұл қыз, бұзылған. Бұзылғанда да қатты бұзылған. Сол менімен отырған 1 сағаттың ішінде бірнеше адам қоңырау соғып тастады. Соның бәріне у меня выходной деп айтып отырды. Онысын аңғармайтын ақымақ емеспін ғой. Дегенмен сол жерде Маржан кіріп шығып жүргенде енеме қоңырау соғып үлгердім. Апа, мына 2 баланы үйге апарсам қалай болады деп сұрадым. Қай бала деген енем басында түсінбей қалды.
Маржанның балаларына айтам, апа, екеуі де күркілдеген көк жөтел, жақтары тынбайды, қатты жаным ашып тұр. Өткендегі май мен сыласақ жөтелі басылса әкеліп тастаймын ғой дедім. Ойбай, ол келін балаларын біздің үйге жібере ма дейді сыңсыған енем. Сұрап көрейін, мүмкін жіберетін шығар деп қоя салдым. Өйткені тықылдап келе жатқан Маржанның аяқ дыбысын естіттім. Сенесіздер ме, сонда маған бұл екі баланы алып кету түкке тұрмады. Маржан үйде, енем қолдан жасаған май бар, соны ішкізіп жауырындарын сыласам екеуі де жақсы болады. Мен бұларды алып кетейін, кешке Қуаныш екеуміз әкеп тастармыз деп едім. Я, бұрын қызымды сыла деп маған да беретін еді. Ондай болса киіндіріп берейін деген Маржан ойланып отырмастан екі баланы қолыма ұстатты. Сонда кірпік қақпайды ғой сабазын. Баламды қалай берем деп ойланбайды да. Сол жерде такси шақырып екі баланы үйге әкелдім. Өкіріп алған енем емдеуге кірісті. Үлкен қыз ұмытпапты, танып жатыр. Ал ол жылауық екен, бөтенсіреп біразға дейін бұртиып жылап алды. Қысқасы сол күні біздің екі әулет үшін той болды. Оны естігеннің бәрі келді. Үлкен атам мен ене келіп бір зарлады. Оның абысы мен қайнаға біраз қыстық киім көтеріп кірді. Қысқасы үйдің іші у-да шу болды. Сол үлкен қызға мен екі қызым қосылды. Сөйтіп бірге ойнап үйдің ат көпірін шығарды. Әйтеуір есіктен кірген сол екеуінің қолдарына ақша ұстатып жатты. Арада 7 сағаттай уақыт өтті. Осы 7 сағатта балаларын қалай деп Маржан хатын бір жазбады. Тіпті сағат тілі түнгі 9 болды. Сонда да Маржан тым-тырс еді. Оны менен сыбырлап сұрап күліп жүрген өзімнің енем осы екі баланы алсақ қайтеді деген ойын айтты. Әрине үлкен енем екеуі жеке шақырып айтты. Берсе аламыз да, бермесе қалай аламыз дедім. Беретін шығар, бала керек болса осы кезге дейін бір рет звондап, балаларым қалай деп сұрамай ма? Тым болмаса сенен сұрамай ма оғатын дейді мен енем. Оған енді үлкен енем қосылды. Ашық есіктен қарап қойып үш қатын сөйлесіп отырмыз. Екі бала біздің балаға қосылып асыр-сап ойнап жатыр. Екеуі де не шешесін, не әжесін істеп сұрамайды. Апан-топан біздікілермен қуысып жүр. Жалпы ол екеуін сұрамайтыны маған белгілі еді, өйткені Маржан 10 ай бойы қалада жүр. Оның шайпау шешесіне балаға деген жылу жоқ. Өз жанын өзі бағысланап отырған түрі суық қатын. Сонда мыналар не деп іздесін? Бұлар әлі бала ғой. Қысқасы екі немересін мойнына мінгізіп, ойнаған үлкен атам атып шығып күшке мінді. Бұл екеуі Кенжебегімнің көзі ғой. Мен бұларды аламын. Осыдан бермесе сотқа беремін, соттасамын деп шықты. Алайда мені атам білмеді. Маржанмен соттасу деген өте қауіпті еді. Сөйтіп отырғанда ел жататын уақыт болды. Төсек салып жүріп телефонға үңілдім. Мына қызықты қараңыз. Динара, балаларды үйге апармаған болсаң қасында қондыра салшы. Мен сыныптастар шақырып центр кафеге келіп едім. Егер жылап мазандалмаса бүгін сонда қала тұрсын деп жазыпты. Қам жеме, Маржан түкте алаңдама, олар уже томпиып ұйықтап жатыр деп жазып жібердім. Сөйте тұршы Динара деп жазып рахмет деген саусағын шошайтқан жауап келді. Оны естіген үлкен атам мен енем екі немересін құшақтап үйлеріне кетіп бара жатты. Жалғасы бар. Егер бала үшін соттасса бала кімде қалады? Қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды пікірге жаза кетіңіздер. Әңгіме қызық болса арнаға тіркеліп жалғасын күтейік.